Сәлеметсіңдер ме? Бүгін орыс тілі сабағы 50-ші сабақты өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып казахский соловей, яғни қазақтың бұлбұлы. Бірінші тапсырма: послушай, тыңда. Самые лучшие певцы среди птиц – это соловья. Они издают самые прекрасные и чистые звуки. Соловей долго учится петь. Лишь на 3-й год они становятся хорошими певцами. В тех местах, где много старых соловьев, люди слушают замечательные соловьиные песни. Құстардың арасындағы ең әнші құстардың бірі ол бұлбұл. Олар өте керемет және де таза дауыстар шығарады. Олар ән айтуды ұзақ үйренеді екен. Тек қана 3-ші жылға келгенде ғана олар өте жақсы әншілер болады. Кәрі, яғни жасы үлкенде бұлбұл құстардың жиналған жерінде олар өте әдемі әндерін салады екен. Көбінесе, яғни қазақтың кейбір әншілерінде бұлбұл құсқа терем жатады, ал народную артистку Бибігүл Төлегенова называют казахским соловьем. Яғни халық артисі Бибігүл Төлегенованы, яғни қазақтың бұлбұлы деп атайды екен. Ее красивым и чудесным голосом восхищается весь мир. Оның әдемі ерекше даусына барлық бүкіл ел таңданады дейді. ЮНЕСКО включила Бибігүл Төлегенову в число 20 выдающихся женщин 20-го столетия. Яғни ЮНЕСКО өзінің Бибігүл Төлегенованы 20 өзін, яғни құрметті әйелдердің қатарына қосқан екен, өзінің 20 жылдығына арнайы. Она говорит: для меня нет больше радости, чем петь для народа. Ол айтады екен: халқым үшін ән айтқаннан басқа маған құрмет жоқ деп, қуаныш жоқ деп. Что ты узнал о соловьях? Какой у них голос? Сен бұлбұл құс туралы не білдің? Олардың дауысы қандай? Соловей лучшие певцы среди птиц. Голос у них чистый и прекрасный. Бұлбұл құс, яғни құстардың арасындағы ең әншісі, олардың дауыстары өте таза және де әдемі. Почему Бибігүл Төлегенову называют казахским соловьем? Какой у нее голос? Яғни Бибігүл Төлегенованы неге бұлбұл құс деп атайды дейді. Қазақтың бұлбұлы деп атайды дейді. Оның дауысы қандай дейді. У нее красивый и чудесный голос. Из-за этого ее называют казахским соловьем. Оның дауысы өте әдемі және де ерекше. Сол үшін оны қазақтың бұлбұл құсы деп атаған екен. 3-ші сұрақ: подбери слова, признаки к трелям соловья и голосу Бибігүл. Яғни айтады, Бибігүлдің дауысын сипаттап айт дейді. Прекрасный и чистые звуки соловья, красивый и чудесный голос Бибігүл. Яғни өте әдемі, таза бұлбұл құстың дауысы және де Бибігүлдің әдемі ерекше дауысына келеді. Осымен осы тақырыптың сұрақтарына жауап бердік. Енді келесіге көшеміз. 2-ші: переведи на русский язык, яғни орыс тіліне аудар дейді. Музыка Засепинаның әні екен. Ана, мәңгі дос сен ғана, абзалана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған, мақтанатын мархабатым, махаббатым. Өз білімдеріңмен орыс тіліне аударыңдар, яғни өте оңай тексті. Біріншіден сұрақтарға жауап берейік. О чем говорится песня? Өлеңде не туралы айтылған дейді. О маме говорится песня. Ана жайлы айтылған өлең. Знаешь, как она называется? Из какого фильма? Қалай аталатын білесің бе дейді. Ол қандай кинодан алынған? Название песня «Мама» из фильма «Небо моего детства». Яғни өлеңнің сөздері ана деген әннен алынған екен, ал кино болса менің балалық шағымның аспаны деген кинодан алынған екен. Какие слова особо тебя тронули? Яғни қандай сөздер сені елжіретті дейді. Бұл жерде мақтанамын, мархабатым, махаббатым, осы сөздер ерекше. Прочитай эти строчки дома маме. Осы өлеңді анаңа өз үйінде айтып бер. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көрейік. 3-ші: вспомни, есіңе ал дейді. Цветы, подарок, картина, мама, книга, улыбки, радость, праздники. Яғни гүлдер, сыйлық, картина, сурет, ана, кітап,
күлкі, қуаныш және де мереке дейді. Расположи слова алфавитном порядке дейді. Алфавиттің реті бойынша сөздерді қой дейді. Біріншіден бізде картина, книга, мама, подарок, праздники, радость, улыбки, цветы, яғни ең бірінші әріптерінің ретімен байланыстырып қоямыз. На какой вопрос они отвечают? Қандай сұраққа жауап береді олар дейді. Бұл жерде бұл сөздердің барлығы зат есім болып тұр. Кто, что, не деген, яғни кім, мама дегеніміз кім, ал қалған заттар не деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұлар зат есім. Үшінші, укажи число, единственное или множественное. Яғни бұл жерде көпше түрде айтылып тұрған сөздер. Единственное, множественное число — это улыбки, праздники. Яғни екеуінің біреуін таңда деген ғой, бізде улыбки, праздники. Күлкілер, мерекелер, яғни көпше түрде болып тұр. Переделай эти слова предметы, слова признаки. Яғни бұл сөздердің мағынасын заттың кәдімгі зат ретінде емес, заттың бір сипаты ретінде өзгерт дейді. Енді мұны қараңдар, образец көрсетіп қойған, бізде мысал көрсетіп қойған. Цветы деген гүлді, цветочный деген гүлді, яғни сипатын көрсетіп тұр. Енді біз өзгертіп шығарамыз. Подарок, подарочный. Подарок дегеніміз сыйлық, подарочный дегеніміз сыйлыққа арналған, сондай сияқты мағынада береді. Картина, картинный, мама, маминный, мама, ана, маминный, анамдікі. Книга, книжный, улыбка, улыбчивый, радость, радостный, праздники, праздничный деп өзгереді екен. Сендерге сабақ түсінікті болды ма? Болмаса, келесі төртінші тапсырмаға көшеміз. Төртінші выучу дейді, яғни жаттап ал дейді. Мама, мама, в этом слове солнце светит. Мама, мама, лучшие слова в мире нет. Мама, мама, льется песенки ручьем. Мама, мама, это мы о ней поем. Яғни ана туралы айтылып жатқан өлең, ана сенен артық жарық өмірде жоқ дейді. Сенің анадан артық жылы сөз жоқ дейді. Сені ғана ән саламыз, саған ән саламыз деген сияқты сөздер көрсетілген. Для любознательных осыны жаттап аламыз. Бесінші, составь приложение, замени картинки словами. Яғни сөйлемдер құра деген. Картинкада көрсетілген, суретте көрсетілген суреттерді біз сөзге айналамыз. Суреттен не көріп тұрсыңдар, соны сөз ретінде орнына қойып жазамыз. Сонда бізде мынандай сөйлемдер пайда болады. Және есте сақтайтындарыңыз, запомни порядок картинок дейді. Яғни картинкалардың ретін жаттап ал дейді. Используя картинки, перескажи текст дейді. Картинкалар арқылы мәтінді айтып көр дейді. Тек қана картинкалар арқылы жаңағы мәтіннің мағынасын түсінуге бола ма деген сияқты мағынада айтылып тұр. Ал енді орнына қояйық. Сегодня 8 марта. Аслан и Гуля решили приготовить маме подарок. Они решили испечь торт. Просеяли муку, взвели яйца с сахаром, добавили сметану, разрыхлитель теста, засыпали орешками, все тщательно смешали. Полученное тесто выложили в форму, поставили печь. Через 60 минут бисквит был готов. Аслан делал цветы из разноцветных взбитых сливок. Гуля написала 8 марта. Получился красивый и вкусный торт. Мама была рада. Енді жай ғана суреттер арқылы да осы мәтінді осы мағынада айтуға болатын еді. Келесі 6. Напиши поздравление, яғни құттықтау сөзін жаз дейді. Составь текст поздравление маме, бабушке, сестре. Яғни мәтінді анаңа, болмаса әжеңе, болмаса әпшеңе арнап жаз дейді. Начни с обращения, запиши дейді. Бірінші қаратпа сөздерден баста дейді. Яғни жазып көрейік. Дорогая мама, милая мама, любимая мама, поздравляю с 8 марта. Искренне желаю счастья. Пусть сбудется все мечты. Яғни бізде кестенің ішінде поздравление, яғни құттықтау сөздері жазылған. Соны толықтырып өзіміздің сөздерімізбен осылай жазсақ болады. Сонда осындай құттықтау сөздер шығады. Яғни құрметті, әдемі, сүйікті анам, сені 8 наурызыңмен құттықтаймын. Саған шын жүректен
бақыт тілеймін, және де сенің барлық арманың орындалсын деген тілек екен, иә. Осындай дәл осындай тілектерді өз аналарыңа 8 наурызға сыйласаңдар өте қатты қуанып қалады. Сендерге сабақ ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңдар, тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Сабақты әрдайым менен қарауға кеңес беремін. Сабақтан бестік алуларыңа тілектеспін. Келіп жеткен аналар мерекесі, қыздар мерекесі құтты болсын. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.